Айдос. Атыраудың жігіті келді міне бізге эфирға. Бұл Айдос менің рекордсмен шәкіртім. Айдос, сен Wi-Fi-мен отырсың ба? Кішкене не запись етіп отырсың? Иә, Wi-Fi-мен. Иә, міне дауысың нормально естіліп тұр. Короче, мынау Айдос деген шәкіртім, сендерге таныстырып өтейін. Бұл рекордсмен 3 айда 9 миллион теңге тапқан жігіт. 3 айда 9 миллион теңге тапты. Айына 3 миллионнан. 3 миллион емес, ол жерде әр қалай әр айда. 2,5 миллион, потом 4 миллион ба сондай кетті. Бұл Айдос өзі неде осы Астанада тұрған, и қазір Атырауда осы жақында Құдай қаласа Астанаға келеді тағы да. Сол енді Айдос, сен не компьютерді ашып қойдың ба? Иә, ашып қойдым. Так, мен өз историямды айтайын бірінші. Иә, историяңды. Сентябрьдің басында мен курсқа қатыстым. И сентябрьдің ортасына таман Шыңғыс айтты, осындай бір ниша пайда болды, хайп болып жатыр, тезірек кіріңдер деп айтты. И как раз мен сентябрьдің 15-іне таман, міне қарасаңыздар, ең бірінші видеомды салдым. Ол видео қандай десеңіздер, міне мынандай ойын, сол ойынға озвучка жасадым. И все, былай ойнадым. Короче, Roblox қой, Roblox-ты. Как көрсетем? My name is Doss. Now I'll introduce you to my friends, and you can subscribe to the channel. You did that. Болды, осылай ойнап, озвучка жасадым, и міне ол видео менде 3 миллион просмотр әкелді. Сентябрьдің 16-сынан бастап. Осы видеоға саған жаңағы ең көп не әкелген, табыс әкелген. И мен міне көрсеңіздер, міне просмотр сол видеоның. И сентябрьдің 26-сы мен монетизация қостым. И сол 26-сынан бастап маған ақша төлеу бастады. 7 мың, 43 мың, 184 мың. И сол 5 күнде 455 мың пайдаға шықтым. Айдос, сен бар ғой кішкене запись айтып отырсың, сен может ана кішкене Wi-Fi-дан алыс отырған жоқсың ба? Может сен не қосып қойсың? Мобильді Wi-Fi қосып. 4G-ді қосып қойсың, может кішкене ана цифрлар көрінбей жатыр да, жатыр болып. Көрінді ма енді? Ну да, иә, кішкене, более-менее. 455 мың теңге, бұл 5 күнде ма? 5 күнде, 5 күнде. 26-28. 5 күн. Мысалы, сендер осы Айдостың істеген нәрселерін, мысалы, бастағанда, вы бы тоже могли было айтқанда, енді келесі октябрь айын көрсетейін. Ой, қазір ең қызықтысы одан. Октябрь айында 1,200,000 теңге күнделікті 70, 25, 50, 40 солай түсіп тұр. Так, мына жерде несі белді саған көрініп тұр ма? Былай, бұлдырап тұр. Чуть-чуть. Бұлдырап тұр, не болып тұр? Кішкене жақындатсаң кішкене. Жақындатсаң, мені пиксельдер көріне бастады. 13 мың. Так, 1 миллион, подожди, 1 миллион 213 мың ба? Иә, 1 миллион 213 мың. Қанша күнде бұл? Бұл бір айда. Бір айда, иә? Бұл октябрь айында. Октябрь айы. Енді сіздерге келесі айды көрсем, бұл ай прорывный ай болды. Вау, иә. Бұл бар ғой, бір потолокты тесе берді ғой, қоймай. 500 мың, 5 миллион 600 мың ғой. Міне, бір күнде 500 мың кел. 500 мың. Сосын келесі бұл потолок емес, міне бір күнде 931 мың. Келесі күні 1,372,000 теңге. Ё-моё, 1,372,000 теңге бір күнде, достар, ойлаңдар. Бір күнде. YouTube, просто YouTube'та американский нені алып, американский нишаға кіріп, білім алып, осындай нәтижеде масқара ғой, мен өзім шоке отырмын. Офигеть. Сосын келесі айда менде айдың ортасында монетизация өшіп қалды, бір қателіктерге байланысты. Бірақ күніне 100 мың теңгеден келіп отырды. Иә. Общий қанша болды тапқан ақша? Қазір общий көрсетем. Общий деген жоқ кім? Айдос, общий емес, сен, короче, жаңағы, сенде анау жаңағы хайповый жаңағы месяцтер бар ғой, жаңағы 3 ай ғой, сол 3 айдағыны көрсетші кәні, осы 3 айдағы, осы жаңағы, не дедің? Декабрь ғой дейін. Миллион теңге. 10 миллион. Почти 10 миллион. Айдос, бір сұрақ. Не істедің ақша? Машина алдында не істедің? Жоқ,
жазда үй салдық, сол үйдің кредитін жаптым. Үйдің подарка алып бердім. Өзіме $1,000,000 тұратын курстар алдым. В общем, дальше реинвестировать етіп қалған. Бұл акция деген сияқты сосын $10,000,000. То есть инвестиция в знания өте дұрыс нәрсе. Прям серьезная сумма. Серьезная сумма. Тапқанға мәз болып жүріп қой, секіріп ұйықтай алмай. Қаншама қиналып реклама аштық. Реклама аласың. Бірақ шүкір, бәрі содан басталады ғой. $10,000,000 эффект. Бұл бар ғой, андай эффект бар, почувствуй себя мелочью деген. Сен когда бір, мысалы, $1,000,000 табыстан жүріп, резко біреудің нәтижесін көресің, $10,000,000 деген. Сол кезде сен өзіңді мелочь сияқты сезініп қаласың да, саған мотивация береді, сол көрдің ба? То есть сен көре бастайсың, куда еще тебе расти деген сияқты. Сол берекелі. Ал енді Айдос, Айдос енді, короче, өзің былай кішкене қысқаша айтып жүрсең, сен өзің контент істегенде телефонмен істедің ба, компьютермен істедің ба, қанша уақыт кетті сен істеуге? Мен телефонмен істедім, ойынды телефонмен ойнадым, записігі қостым. Сосын озвучка жасайтын программалар бар, соны қолдандым. Мысалға, қарапайым мыналай, мысалға, ағылшынша білмеймін деген адамдарға айтайын, мысалға, мен де ағылшынша көп онша білмеймін, бірақ мысалға, привет, меня зовут Айдос, YouTube это сила деген, мына ағылшыншаға аударады, Google переводчик қолдансаңыз. И соны мынандай озвучка жасайтын нелер бар, тыңдап қараңыздар. Hello, my name is Ados. YouTube is powered. Осылай озвучка жасауға болады. Синтезатор деп ше ма? Бесплатнылар бар бұнда. Сол арқылы ешқандай диктор да керек емес, сценарист те керек емес, бәрі өзім істеп, өзім қолданып, курстағы берген. Фантазия бұл жерде, Сол арқылы ең бірінші каналым сәтті өтті, бірақ монетизация өшіп қалды, бірақ содан кейін бұл өте үлкен опыт болды мен үшін. Енді дальше крупный каналдар ала бастадым, жайлап соларды дамытып. Енді бұйырса солардың результаттарымен бөлісем жақын арада тоже. Бұл бар ғой, Айдос бар ғой, андай не емесше, ол болады ғой, бір байдың баласы, мажори, который просто курс сатып алды. Мен просто бұл Айдостың историясын білем. Бұл Айдоста реально бұның Каспий заблокированный болған сол кезде. Бұл Айдостарынан ол бір бизнес бастайын деп покротқа ұшыраған ол кезде. Осы сол Астанада бір бизнес жасап, короче, сондайға кіріп кетіп, жаңағы Каспий бұл блокты алынып. То есть бұл бар ғой, самый распространение проблема ғой қазір, осы неде біздің осы Қазақстанда. И мәне сендерге живой подтверждение көріп тұрсыңдар. Мәне осындай просрочка, жаңағыдай неде тұрған адам, и өзін қазір бүкіл кредитін жапты, өзінің тісіне қазір қымбат елайнер, брекет дейма, сондай қанша миллиондаған нелерге салып, қазір өзіне көңіл бөліп, қазір уже мәне жақсы бала болып келетір деп. Өте ырзамын бар ғой, бұл Айдос. Бұл бар ғой, Айдос деген жігіт, бұл жай жігіт емес, бұл реально болады ғой, шарющий дейді ғой. Постоянно шарить етіп, анау-мынау. Несмелі, WhatsApp-та сообщение жүріп, дамимай уже деп. Сол, жарайды онда, Айдос, осы тікелей эфирге шыққанға үлкен рахмет саған, үлкен. Сіздерге де рахмет. Сол, енді қазір біз енді біз енді бар ма сізді айтып сөздер? Бар. Енді біз қазір Маликқа көшесін тағы нелерді айтамыз. Сол онда, Айдос, рахмет онда, давай. Сізге де рахмет. До связи.